Сәлеметсіздер ме, 7 сынып оқушылары? Бұл видеода 7 сыныптың алгебра пән бойынша екінші нұсқасы, яғни статистика және мәліметтер талдау бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бізде 2 балдық бірінші тапсырмамыз. Қорытынды бақылау жұмысы үшін 9 тапсырмадан тұратын тест құрастырылды. 40 қатысушының дұрыс жауаптар санының таралу жиілік кестесі түрінде берілді. Қалып кеткен жиілік мәнін табыңыз. Қалып кеткен дегеніміз, яғни мына жердегі бос түргіз. Барлық қатысушының дұрыс жауаптары беріліп тұр, яғни жиілікті табу үшін мына жиілік барлығын қосамыз, яғни 1-ге 2-ні қосамыз, 4-ті қосамыз, 5-ті, 3-ті, 4-ті және белгісіз x біз табуымыз керек. Сол x-ті қосамыз. 5, 4, 6-ны қосқанда бізде 40 шығу керек екен. Енді барлығын қосып шығамыз. 1-ге 2-ні қосамыз. 3, 7, 12, 15, 19, 24, 28, 28-ге 6-ны қосамыз. 34, яғни x қосылған 34 бізде 40-қа тең болып тұр екен. Осы жерден x табатын болсақ, 40-тан 34-ті азайтамыз. Сонда бізде x-іміз 6-ға тең. Яғни бізде мына жерде табылу керек ізделінді санымыз бізде бос кестеде бос түргізде тұрған, ол бізде 6 саны екен. Мына жерге 6 деп жазып қоямыз. Яғни жауабы 6. Әрі қарай келесі екінші есепте де 2 балдық тапсырма. Бір ай ішіндегі әйелдер аяқ киімдерінің оптималды жоспар бойынша шығарылуының салыстырмалы жиілігі пайыз есебінде анықталды. Қалып кеткен салыстырмалы жиілік мәнін табыңыз дейді. Пайыз есебімен деп беріліп тұрсам, бізде білесіздер, әрбір нәрсені 100% деп есептейміз. Тағыдан мына жерде бізде ол x деп алатын болсақ, бізде жиілігіміз 13 қосылған 5, қосылған 15, қосылған x, қосылған 10, қосылған 11, қосылған 25, қосылған 4, 100-ге тең болу керек. Яғни 100% болу керек. Енді есептейік. 20, 33-ті. 33, мына жақта 15, 40, 50 екен. Сонда x қосылған 83 болып тұрды. X қосылған 83 100-ге тең. Дұрыс па, тағы бір тексеріп алайын. 20, 33 дұрыс. Ана 10, 22, 21, 21-ге 5 қосамыз. 25, 50 дұрыс. 83 дұрыс. X тең болады 100-ден 83-ті азайтып тастаймыз. Яғни бізде белгісіз санымыз ол 17 болып тұр екен. Мына x деп тұрғанымыз ол 17 болып тұр. Енді салыстырмалы жиіліктерін жазып шығамыз. Салыстырмалы жиілік қалып кеткен салыстырмалы жиілік мәнін табыңыз деп тұр ғой, да? Сонда бізде 100-ден 17 болады. Болды. Қалғандарын бізде сұрап тұрған жоқ. Сондықтан жазбай қоюға да болады, бірақ қаласаңыз енді бүйтіп жазып шығуға да болады оларды. Жақсы, ары қарай келесі үшінші есеп, 4 балдық есеп. 7 сыныптың оқушылары қанша үй жануарын ұстайтыны туралы мынадай мәліметтер берілген. Яғни мүлдем үй жануарын ұстамайтындары бар. 1 үй жануарын 2, 3-ден, 4-ден, және 5-ден ұстайтындар бар екен. Енді абсолюттік жиілік деген осы 0-дің, 1-дің, 2-лердің сандары қанша мына берілген тізбекте. 0 бізде 1, 2 екен. Бірлердің санын санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бұл жерде мұқият болу керек. Ешқандай санды тастап кетуге болмайды. 2 санын санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3-терді санап шығамыз. 1, 2, 3, 4. 4-терді санасақ, 4-тер 1 болды. 5-тер дегеніміз бізде тағы да 1 екен. Енді абсолюттік жиілікті есептейтін болсақ, яғни барлығын қосып жібереміз. 18, 22, 24 екен. Яғни сіздің абсолюттік жиілік 24 екен дұрыс шыққан тексеру үшін мына берілген тізбектінде сандарын санап шығуға болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24-те дұрыс. Енді салыстырмалы жиіліктерін жазып шығамыз. 24-тен 2, оны қысқартып та жазуға болады. 12-ден 1, 24-тен
8, ол дегеніміз 3-тен 1. Мұнда да 24-тен 8, ол да 3-тен 1 болады қысқарғанда. 24-тен 4, ол 6-тан 1. Мұнда қысқармай 24-тен 1, мұнда да 24-тен 1 болып қалады. Енді кестені біз толықтай салдық. Енді бізде дескриптор бойынша былай дейді. Салыстырмалы жиілікті қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Яғни біз білеміз, салыстырмалы жиіліктердің қосындысы бірге тең болу керек. Тексереміз. Бұл жерде ортақ бөлім осы 24 болады. Сол 24-тің өзін жазып қоямыз да, алымдарын қосып шықсақ, ол қайтадан 24 болады. Сонда 24-тен 24 деген бір қайшылықсыздыққа тексердік. Дұрыс шығып тұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бірінші нұсқаның видеосы алдыңғы видеода көрсетілген.